Ассаламу алейкум, урмәтле сәйерчеләр, акшам шәрифләрегез хайырлы олсын. Милли телеканалының жанлы эфирінде ачыклау программасы ве студияда мен Левиза Сидбилялова. Умум Русия китапханелер күні арфесінде біз программамызны бөле бір мевзуға бағышламаға истедік. Яғни заманауи интернет ве yüksek технологиялар заманында китапханелердің ролі ве эмиеті. Ве әлбетте ки бүгін студиямыздың мұсафыры Исмаил Гаспринский адына китапханенің мудирі Гүлнара ханым Ягияева. Гүлнара ханым, салам алейкум, хош келдіңіз. Бөле бір гүзел мевзуда біз бүгін сөз жүрсетечекміз, қысмет олса, ве айтқаным кімі біз жанлы эфирдеміз, ве шының үшін біздің студиямызда телефон чалыша, ве шымды мен илкевеле біздің сәржілерімізге мұражат еттім, урметлі сәржілер, бүгін студиямызда жанлы телефон чалыша, ве егерде мевзумыз бойынша бірде-бір суаллеріңіз, теклифлеріңіз, мұражатларыңыз олса, мұтлақа телефон ачыңыз. Біз бүгін бөле бір Исмаил Гаспринский адына китапхане Қырым татар халқының вариеті мевзусында сүбет кечірі Жекміз қызмет олса, шының үшін бұйырыңыз, сіз де біздің субъектіміздің іштиракчысы олыңыз, ве біз шымды башлаймыз. Гүлнара ханым, керчекте енді мұна Гаспринский адына китапхане бұл халқымыздың вариетлерден бірідір. Ве сіз, мен белесем, сіз үшін мұна китапхане енді бір чоқ еллардан берлі екінші евіңіз кібі олды. Ве нені илкевеле сұрамаға істередік. Мұна китапханеміздің мейданға кетіріліп елі. Білесім, ұзақ 1990 сенелер, бекім ондан да бір яда 2 ел евел біздің актив инсанларымыз. Олар бөле түшініп те Қырым татар китапханесі олмақ керек, оны мейданға кетірмек керекміз деген бір еліні сечіп алдылар. Олар Исмет Заатов, білесіңіз, мединет Муавина ве Айдар Эмиров еді. Біздің бірінші мұдырымыз. Ве мұна бұл екі инсан чоқ юрып, чапқалап, кабинеттен кабинет юрып, әркезге ағынатып, бөле бір мұйым меселе китапхане дүния юзін көрмек керек. Қырым татар китапханесі олмақ керек деген бір мақсат қойып та, бұл мақсатқа үрештілер. Ве мұна 90 сенеде біздің китапханеміз 24 сентябрьде өзін қапыларын açtı оқушылар үшін. Ве оқымден башла бұл күнге же çalışıp келеміз. Бетте мединет назірлігі де пек бөле қол тұтты. Олар да ағынадылар. Бет керек деп өзлеріне бөле бір мақсат қойдылар. Ве мұны китапхане бүгін енді çalışа. Кет-кете әлбетте мұны қач елдан берлі китапханенің бөлі тақымы да тешкел олынды. Мұны китапханенің хадимлері ақында айтсақ, кімлер олар бүгін, ве кімлер асылында мұны китапхане оларақ мейданға кетірелер бүгінгі күнде? Әлбет Левиза ханым білесім, бөле бір гүзел бір ерде çalışқан ве çalıştıracak şeyini o insanlar teşkil ederler. Güzel mutihasız olmasa, güzel insan olmasa, bir yerde böyle bir güzel bir bilmem basamaklarını belki atıp yolda geçip olamayacaksın. Onun için bizim kitaphanemizde de pek güzel kolektivimiz çalışıyor. Mutihasızlar, çok bilgili insanlar çalışıyorlar. Onlar böyle özlerin bilgilerin ve isteklerin неге кетіріп оламасалар, китапхане çalışып оламас еді. Нечін десеңіз, информация, китаплар ве бізге келген оқушыларымыз келіп те бір şeylerini сорап, китапларыны яда малюматларыны сорағанда, о китапханеде шо даққада оларыны тапы бермек, оның бойының боржыдыр. Onun için kolektivimiz maşallah çalışa ve ileride çalışıp da gidecek. Ve kitap fondu elbette ki. Bana bugünkü günde ne kadar kitaphanede var ve aslında nasıl etip bu kitap fondu teşkil olundu? Ne vakit birinci kitaplar geldi? Buna bakınız, şimdi bizim bu günge bizde 51.000'e yakın kitap fondumuz var. Ama her sefer biz onu aytamız, bizim kitap fondumuzun en zengin kısmı bu Basır Gafarov'un fondu oldu. Rahmetli Basır Ağa Gafarov geçingenden son, men kitap hasta olganda aytkan edi.
Менден соң бұл китапхане әбетте Исмаил Гаспринский китапханесінің фондына қошылмақ керек деп бөле бір не қалдырған еді, васиет қалдырған еді. Ве анда Айдар Эмиров, рахметлі Энвер Өзенбашлы Москваға барып, о китапларны yüklеп, жүк машинасына yüklеп, біздің китапханемізге кетірді. Әбет, мұна бұл ең бірінші бөле балабан бір фонд олды. Пек зенгин фонд. Ве ондан да ғайры Басыр Аға Гафаровын архив фонды да біздің китапханемізге етіп келді. Ондан соң бөле бір бақшышлар олы башлады. Біздің милет, білгілі милет, китап, чоқ севелер китап оқымаға, ве Өзбекстанда олсын, сүргінлікте олсын, Ер-ерге барғанда китап топлайдылар. Ве ең бірінші топлаған китаплары ана тілінде еді. Мұна от топлаған китапларыны мұнда Қырымға көчіп келгенден соң, әбетте біздің китапханемізге кетірділер. Базы бар еді 10 дәне китап, 50 дәне китап, 100 китап кетіргенлер де бар еді. Бір китап кетіргенде бұле бір ватандашларымыз бар еді. Мұна бұл китаплардан, бақшыш yapılған китаплардан шында фондымыз, esas фондымыз бар. Ве, білесім, 95-96 сенелерде білесіңіз, Русия китапханесінде, Москвада, Ленинка китапхане деп адыландырылған китапханеде пек чоқ Қырым татар китаплары бар. Бұл обязательный экземпляр деген біле бір экземплярлар бар еді. Бүтін мұна Русия Совет вақтында шыққан китаплар бірер нұсқа о китапханеге албарып қойылайды. Ве мұна біздің мүдіріміз, Медениет Назірліге, біздің хадимлеріміз пек чоқ иселерін қоштылар ке, ве Москваларға бір қач керелер барып келіп, оларға ағынатып, ичомадым бірер нұсқа мұна о китапларын біздің Гаспринский адына китапханеге берсеңіз, яқшы олар еді. Ве олар да қол тұттылар, ве 2000-ге яқын мұна бұл қиметтен қимет китаплар, женіктен әвел 41-ші сенеге шыққан китаплар біздің китапханемізде шымды бұле бір қиметлі фонд деген бір фонд тешкілі олынды. Мұна о фондта бар. Ве соңғы елларыда пек чоқ оле фондлары олды. Ве білесіңіз, рахметлі Рифат Куртиев деген үлкешнаслық бар еді. Бүтін өмір китап топлайды. Ве өзі сақ олғанда бір күні келді китапханеге, маға бөле деді, Гүлнар деді. Мен пек істейім өзім сіздің китапханеңізге бермеге. Бережем деді. Біз де қуандық, ама бір шарайт нем бар деді. Насыл деді. О китаплар істейім ке, бүтін мен китапханем бір ерде тұрсын. Біз мутихасыслар біле, китаплар келгенде бөлік-бөлікке айрылып кете о китаплар. Ама бөле шақси китапханелер келгенде бір ерде тұра. Бұл бөле бір шартым бар деді. Сон біз екіміз барып ойырны сечіп алдық. Мұна мұнда істейім деді. Яқшы Рифатаға мұнда қоярық деп неттік. Сон аз вақыт кечті, қасталанды, кечінді о адам. Ве сонundan оң қадыны Лиля Ханум Билялова сағылсын. Оң васиетін еріне кетірді. Ве 1,5 китап ве архив фонды біздің китапханемізге келді. Бұл китаплар да пек қиметлі китаплар. Рифатаға біліп тұрып о китапларны алайды. Керек китапларны алайды. Чеш түрлі китапларны алмайды бет. Керек китапларны алайды. Ве мұна бұл шымды оң фонды біздің екінші ерде тұра зеңген фондларынан бірідір. Керчектен де бұл пек гүзел бір іш, мұна китапханемізде бөлі бір қиметлі китаплар бар. Оларны мұна бірде-бір оқойжы келіп, өз қолларына алып, евіне де барып оқымаға имканы бар ма, яда жоқ бүгін кекунде? Бар, бүгін біздің абонемент деген бөлігіміз çalışа, ама әбет, аңнайсыңыз.
китаплар, бір нұсқада китаплар, зеңген бұле бір қиметлі китапларны евге алып оқымаға шымды бұле бір неміз yok. Нечін десеңіз, әркез алып та оқыса, сон о китаплардан те қырпыланacak ве бұле бір көрінішінде қалмайжақ. О китаплар біздің оқу залымызда бар, оларны мүмкін келіп, оларны оқымаға, қоланмаға, ама евде бұле бір рат вақтында қаве ішіп, диванда, бекем креслода гүзел етіп отырып китап оқымаға, о китаплар да бізде бар. Гүлнара ханым, білеміз ке сіздің біздің китапханеміздің әмде сайты бар. Гүзел бір сайт, керчектен де бір чоқ янылықлар, әркін пек файл чалыша. Мұны сайт вастасынен, бірде бір китапны тапып оқымаға мүлкін мұ, яда юклеп алмаға өз компьютерні? Біз бүтін китапны yok. Біз анда қоймайық, ама бұле бір қысқадан олған бір малюматлар китап үшін біз о сайтымызға қоямыз. Сіз доғыр айттыңыз, бізде пек мерақлы сайтымыз бар, нечін десеңіз, пек ғұрурланамыз сайтымыздан. Пек çok bizim dostlarımız, Rusiye'de olgan dostlarımız, енді kaç yıllar biz onlarla beraberlikte konferensiyalarda olamız, böyle bir yazışamız. Onlar da aytalar, biz sabah işe kelgende sizin saytınızdan başlayıq. Neçin deseniz, Kırım Tatarların hakkında, Kırım Tatar medeniyet hakkında kitaplar, umumam ne olsa da böyle bir... Şimdi Kırım Tatar tilinde. Kırım Tatar tilinde olsun, Rus tilinde olsun, onun farkı yok ebet. Олар бақалар ve pek beğenirler. Güzel. Gülnara Hanım, kene de mına kitap fonduna kelsek, sonki vaxtları mına endi faaliyet göstermege başlagan bizim yaş Kırım Tatar yazıcılarının eserleri de kitapları mına kitapxananın raflarını tolduram ya da yok? Dolduram. Neçin deseniz, maşallah kitap yazgan, şiir yazgan, aveskarlar var. Olar pek tırışalar kitap çıkarmağa ve ebette İçimadım birkaç nusxаны, herkes ebet milli kütüphane dep aytam, milli kütüphanemizde olsun dep getireler. Ama bilesiniz, birkaç yıl evvelsi aytılgan edi, İlham böyle bir icadi bir klubumuz var edi. Anda şiir okumağa, yazmağa, böyle başka bir neler aveskarlar kelip tanışaydılar, konuşaydılar, tedbirler geçirdiler ve endi kitapxanemiz üç kitap çıkardık. Bizim klubqa kelgen şairlerimiz, yaş yazıcıların onların kitapların bunu çıkardık ve onlar bar raflarımızda tura, istegenler kelip okabilirler. Мына бала әдебиетіне келсек, насыл етіп бұл мевзушымды китапханеңізде тақдим етіле ве асында бала ичуну язған yazıcılarımız сық оларақ мы кетірелер ме өз әсерлеріне ве асында ана бабалар келіп тапалар ма бұл әсерлеріні? Білесің ме, мұна мен китапханеге келгенде пек çok ештейдім. Бізде бала әдебиеті жоқ деп. Ама оғрашы башлағанда, Москвадан келген китапларға баққанда, бізде бар бала әдебиеті. Женіктен evvel pek çok бала әдебиеті бар еді. Тержемелер бар еді. Пушкин, Толстой, Лермонтов, Агния Барто, Владимир Маяковский. Çetel yazıcılarını alsak, Baron Münchhausen, Robinson Crusoe, Anderson, Spartak. Da birkaç çok kitaplar var. Onun için bala edebiyatı ve Kırım Tatar bala edebiyatı da var edi. Bizim yazıcılar onlar da yazaydı. Hem şiir yazaydı, hem hikayecikler yazaydı. Kitaplar var edi. Şimdi de maşallah kitaplar yazıla çıka. Ben bilesem ki bala edebiyatı, bala kitapları onlar çoklaşalar. Bizim kitaphanemizde var. Mümkün olsa herkes gelip alsınlar. Kitap herkesге yetecek, herkes okusun. Gülnara Hanım, mına başka kitaphanelerini alsak, mına İsmail Gasprinski adına Cumhuriyet kitaphanemiz nasıl etip mına diğer müesseselerle bağ tuta ve işbirlik hakkında aytsanız? Bilesiniz mi, kitaphaneciler ve kitaphane o
башқа бір дүния. Нечін десеңіз, біз пек бір-бірімізге қол тұтамыз ве бағымыз Башқа олмас, башқа олмас. Нечін десеңіз, мұна 25 сенеден зияде біз еркезіні танимыз, біздер де дүнияда таныйлар, біздерні еркез біле, насыл олса пек қол тұталар. Достарымыз Русияда олсын, мұна Москва китапханесінде, Санкт-Петербург, Казань. Бізге ұқадар чоқ китап, пек кереклі китапларыны өз вақтында йоллаған еділер. Мұнда Қырымда Франко китапханесын алсақ, библиотека для молодежи, яшлар үшін китапхане, сон бала китапханесі, Орлова китапхане, ве Иляхри, башқа районларын китапханелерін біз пек қол тұтамыз, ярдым етеміз, олар бізге, біз оларға, он үшін тек бөлек çalışамыз. Гүлнара ханым, мұны китапханеміздің да башқа бір тарафыны алсақ, сық оларақ әлбетті тамам Исмаил Гаспринский адына китапханеміз чешіт медениетнен бағылы, илми ишлернен бағылы мерасимлерінің мейданы ола бөлі бір. Наслытып ште бұл мерасимлері тешкіл олуна, мұна мүлкін олса белкемде сонке ең бөлі емиетлі олған мерасимлер ақында айтыңыз? Ең бірінші еметлі бұл ебетті Исмаил Гаспринскийдің адына, Исмаил Гаспринскийнен бағылы тедбірлер. Білесіңіз, елі март айында Исмаил Гаспринский оқулары ола. Енді о бұле бір кече, еркезоны біле, келе, пек мирақнен келіп, динейлер бұл оқуларынан, нечін десеңіз, мирақлы ола. Керчектен де мирақлы ола. Енді бірқач жыл біз енді Бекир Чобанзаде оқуларын тешкіл еткен едік майыс айында. Бұл сенеде 29 майыста біздің китапханемізде Бекир Чобанзаде оқулары деген бөле бір тедбіріміз олacak. Февраль айында ебет ана тілінен бағылы, ана тілге бағышланған тедбірлерде бізде кече. Бөле пек мерақлы. Сон күзде екі пек мерақлы тедбір, бұл историко-краеведческие чтения деп айтамыз, тарихи ве өлкешнаслық оқулары. Олар да пек бөле бір güzel кече, нечін десеңіз, сефер, түрлі, чешіт түрлі мевзуларда. Виктор Ганкевичке бағышланған оқулар кечірген едік, Марковке бағышланған оқулар, сон да оқулар бар. Ве білесіңіз 5 ноябрьде Қырым татарларын язу ве медениет күнлері деген бөле бір байрамлары бар. Ве о байрамда да фаал бөле бір иштирак етеміз. Ве китапханемізде бір қач тедбірлер кече. Бір күн дегенде бір афталар мен тедбірлеріні кечереміз. Ве иляхри чоқ тедбірлеріміз бар. Он үшін Кімлер оларыны зиярет ете, асында зияретчілер дәвет етілемі, яда сербест оларақ келмек мүлкін бөле мерасимлерге? Бет сербест келелер, біздің иланлар ола, сайтымызда иланлар ола, газетлерге береміз, телевидениядан иланлар ола, ве дәвет етеміз. Білесің, mesela Исмаил Гаспринскийге біз пек біле стегінен чағырамыз, балалар келсін, білсінлер, студентлерді келсінлер, ве башқалары келе иштирак етелер. Ве mesela балалар үшін тедбірлер кечірсек, біз балаларны чағырамыз, оларға мирақлы олсын де, оларнен берабер біздер де бақамыз, көреміз, нелер да япмақ керекміз. Нечін десеңіз, балалар біздің келечегіміз. Ең бөле бір күчімізні балаларға бермек керекміз. Балалар яшылығындан оқымаға, білмеге авесленселер, сон бүйгенден сон оларын бөле бір, білмем, бекемде қолайжа олар, яшайшыларында қолайжа олар, білгілері олса. Гүлнара ханым, керчектен де мұна Исмаил Гаспринский адына китапхане енді жемиетте бөле мұйым бір рөліні ойын, біздің Қырым жемиетімізде. Ве тамам китапханеміз мұна бөле Қырым татар китабы деген форумның тешкілячысы еді. Наслы шәйірлерде бұл форум кечті, ясында наслы еті по кечті?
Білесің, кечкен елі біз планларымызны түзгенде бөле бір түшіндік ке, яқшы біздің кітапханеміз мерkezде еркез келіп оламай. Ончын біз істедік ке, бізлер барайық. Районларға біздің чықып та кітапханені көрсетейік. Насыл кітаплар чықа, о кітаплар насыл, олармен насыл çalışmak керек. Мираклы кітапларыны ағнатымақ ве популяризация yapmak керек. Ончын бөле бір форум тешкел етті. О форумға білесің, бірінші біз әбет кітапханежілеріні чағырамыз. Оларға иштирак етмеге теклиф етеміз. Мұна енді екі форумымыз кечті. Біріншісі Алуштада еді. Ве екіншісі мұна яқында 16 майда Сак районында Сакта кечті. Анда да біз кітапханежілеріні дәвет еттік. Оларға ағнаттық, көрстердік, бөле бір насыл кітаплар бар. Кітапхане Илмас Велиева пек гүзел бір экскурс yapты. Қайдан келіп, не вақыт Қырым-татар кітабы пейда олды, не вақыт Қырым-татар эдебиаты пейда олды. Насыл гүзел бір кітапларымыз бар. Насыл олармен çalışmak мүмкін, бе тепсие етмек мүмкін деген бөле бір форум. Бе ебетте он янна Аблайзағаны чағырған едік, обырқач сөз айтты, эдебият нені бағылы. Валерий Басыров барған еді бізінен, о да мұтихассыз кітап чықара, кітаптың иметін пек білген адам. Алуштаға біз Ольга Голубеваны дәвет еткен едік, білесіңіз, Ольга ханым пек чоқ Қырым-татар эдебиятінен бағылы шиірлеріні тәржіме еткен еді, өзі шиірлеріні де оқыды. Onun için пек мерақлы ола. Ve ondan son, мұна о көрішулерден сон, кітапханежілер да істейлер олармен бөле көрішмеге, мұна бүгін Аблайзаға, Алуштаға да бір кере барды, анда пек істеділер онен көрішу yapмаға. Onun için мұна пек мерақлы бөле бір көрішулер. Емді көрішулер ақында, мұна сіз шынды бір қачадыларына айтып чықтыңыз. Мұна бөле мерақлы әрбапларымыз, мерақлы инсанларымыз, или білеміз ке кітапханеде де бөле бір көрішулер олып кече. Мұна бұл ақында айтыңыз, Лютфин. Білесің, бір қач елі вел, бөле бір түшіндік ке, әбет, кітапханежілер біздің коллективде, бізде çalışқан инсанлар келелер, кетелер, яңы хадимлер келелер. Яш мұна институтны бітірген инсанлар келелер, олар пек чоқ белкімде білмейлер, да білмек кереклер. Onun için кітапханеге мерақлы инсанларыны чағырып та, оларнен бөле бір субет yapып, о инсан келе, өзі ақында айта, иджады ақында айта, сон субетлер ола, суаллер ола. Истегенлер суал берелер ве мерақлы көрішулер пек мерақлы кече. Ожа олсын, меденет әрбабы олсын, башқа мутихассызлар олсын, оларыны чағырып, ве эбетте о біріншіден язучыларыны чағырамыз, нечін десеңіз, язучы озын китабын озы тағдым еті. Ве суаллер эбет доға, сіз нечін о китапны яздыңыз, не мақсат қойдыңыз, сюжетлеріні, мұна бөле бір шейлеріні білеміз. Гүлнар ханым, мұна екі даққамыз қалды, программыз сонына келді. Башындан айтқанымыз кібі яқынлаша Умумрусия китапханелер күні, ве бұл байрам арфесінде өз меслектешлеріне нені тілемеге естіредіңіз? Меслектешлеріме білесімі, қави сағлық. Нечін десеңіз, кітапханеде бөле бір әбет қиын çalışмаға. Әр күн инсанлармен çalışасың. Onun için рухыңыз теміз олмақ керек, зенгин олмақ керек. Ve әбетте пек çok оқучылар келсін. Кітапхане нечін құрылды, ona келмек керек. Оқучылар келіп, кітапларына оқымақ кереклер. Onun için зенардашларыма кітапханелеріңіз оқучыларға толсын деген бөле бір тепсием бар, мұражадым бар. Onun için мұны бөле.
Çok sağ olun. Sizge de onu dileyimiz. Okuyucular olarak. Gülnara Hanım, sizge ve sizin takımınızga bütün işlerinizde Allah kolay getirsin. Muvaffakiyetler. Çok sağ olunuz bugün stüdyamızda musafir olganınız için. Hürmetli seyirciler, men size hatırlatam. Bugün stüdyamızın musafiri İsmail Gasprinski adına Cumhuriyet Kitapxananın müdiri Gülnara Yagıyeva oldu. Açıklama programması böylelikle sonuna gelip sizge iyi akşamlar dileyip görüşmek üzere. Sağlıkla kalınız.